шектеусіз үздіксіз бөлшектерді қолданып квадрат теңдеулерді де шешуімізге болады. Біз мысал ретінде x квадрат азайтылған 3x азайтылған 5 тең 0 квадрат теңдеуін алдық. Оның ең алдымен дискриминантын есептеп аламыз. Дискриминантын есептегенде 29 саны шықты. Ал оның x1, x2 нақты түбірлерін есептейтін болсақ, 29-дың нақты түбірі жоқ болғандықтан бізде 3 плюс минус түбір астында 29 бөлінген 2 түбірлер шықты. Оның ең жуық мәндерін табу үшін біз ең алдымен x-тің оң мәнін аламыз. Ол 3 қосылған түбір асты 29 бөлінген 2. Ол 4 пен 5-тің аралығында жатыр деп есептесек, онда біз x-ті a қосылған y1 өрнегіне салатын болсақ, a-ның орнына 4-ті аламыз. Сонда 4x тең 4 қосылған y-тен 1 деп аламыз. Және x-тің орнына біздің берілген квадрат теңдеуде x-тің орнына 4 қосылған y-тен 1-ді жазып, оның 4 қосылған y-тен 1 квадрат азайтылған 3 4 қосылған y-тен 1 азайтылған 5 тең 0 деп жазып, оны есептеп аламыз. Сонда 4 қосылған y-тен 1 сыртында квадраты, ол бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Ол 16 қосылған 8 бөлінген y қосылған y-тің квадратынан 1 және азайтылған 12. 3-ті жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтетін болсақ, 12 азайтылған y-тен 3 азайтылған 5 шығады, және ол тең 0-ге. Және біз осыны стандарт түрге келтіріп, y квадратқа көбейтіп жіберетін болсақ, сонда бізде минус y квадрат қосылған 5y қосылған 1 тең 0 квадрат теңдеуі шығады. Оны минус 1-ге көбейтіп, y квадрат азайтылған 5y қосылған 1 квадрат теңдеуін алып, біз өзімізге оңайлатып аламыз. Содан кейін осы квадрат теңдеудің дискриминантын тауып аламыз. Дискриминантын тапқанда бізде тағы да 29 саны шығып тұр. Ал x1 және x2 түбірлерін тапқанда 5 плюс минус түбір астында 29 бөлінген 2 түбірлері шығып тұр. Оның оң түбірін алатын болсақ, 5 плюс түбір асты 29 бөлінген 2. Оны 5 пен 6-ның аралығында жатыр деп есептесек, онда дәл x-те қолданылған формуладай, бірақ y-тің орнына z-ті қойып есептесек, y тең a қосылған z-тен 1 болады. Оны y-тің орнына қойып, біздің квадрат теңдеуіміздегі y-тің орнына қойып есептесек, сонда бізде жауабында нақты түбірі 5 деп, жуық түбірі 5 деп есептесек, сонда біздің x ең алғашқы квадрат теңдеуімізде жуық түбірі 4, ал y теңдеуімізде 5 деп алатын болсақ, тағы да z теңдеуі шықты. Z теңдеуін шыққанда ол y квадрат теңдеу мен z квадрат теңдеу екеуі ұқсас екенін байқаймыз. Сонда z квадрат теңдеуінде де 5-ке жуық мән шығатыны белгілі. Сонда біздің жауабымызда a тең болады 4-тің 5 периоды шығады.